Qanday bo'ldi ularning? Qistov. Qanday erishlik bo'ldi qistovning? Maldarni qora so'g'ib, sol yeriga qistag'an, ya? Ay, ko'p deyishi. Qanday erishlik men ko'p deydi? Maldarni qisqa dedi. Ha? Samat. Kimjon? Maldarni kuzga daydi. Kuzga dayndov, yana qirib qo'ya. Ko'p deydi erishlik qanday? Ha? Ko'pdem ay kelgan кезде дистет ko'pdevdi mol chorvashlig'ida maldarni sonымен қатар qanday meyramlar o'tiladi? Navro'z meyramlari жалпы dasturli meyramlar сол кезде boshlanadi. Jaylov deganimiz qanday? Жазғы кезінде жайылым. Мына көшпелердің мекені, жалпы ертеде көшпелердің мекені мына Алатау бойында. Көрдіңдер ғой? Мына көшіп-қон, көшіп бара жатқан түйемен немесе жылқымен көшіп бара жатыр. Ана кигіз үйлер байқадыңдар ма? Иә, ежелгі көшпелердің материалдық мәдениетіне қарасақ, материалдық мәдениетінде мына осы кигіз үйді жатқызуға болады ма? Оның ішіндегі құрылысы, оның ішіндегі мына дүниесі көрдіңдер ғой? Қаншама дүниелер бар. Мынау шаңырағы деген сияқты, уығы, керегесі, шымылдырағы деген сияқты. Көрген? Бізге жауап берген саян? Дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар, бір-бірімізді жақсы бағаладық деп ойлаймыз, иә? Енді 3 топқа бөліндік. Біз 3 топ бойынша есіп қонған табылған алтын адамның зерттеуі туралы жалпы ақпарат алу үшін оқушылар тарихи диктант жазасыздар. Бірінші топқа сұрақтарын оқимыз. Қазір бірінші топ пен екінші топ, үшінші топты біз тарихи диктантты ортадан өздерің осы бойынша жазып шығасыздар. Бірінші топқа 1969 жылы Кемел Ақышевтың жетекшілігімен археологтар есік обасынан алтын адамды тапты. Ғалымдар жерлеген адам 17-18 жастан Қансада екенін анықтады. Осы бойынша өздерің тағы да түсінгендеріңді қосымша жазасыздар. Түсінікті ма? Орта жатыр. Келесі екінші топқа алтын адам біздің заманға дейін 4-3 ғасырларда алтын адам бойы 165 сантиметр екінші, үшінші топтарға бар біреуін бет қойды. Алтына жеке бүйімдер табылды. Олар алтын неше ойынша суретін салып түсінікпесеңдер болды. Иә, болады. Әркім өзінің идеясымен әдемілеп ортасына алтын адам деп жасаңдар. Тарихи диктант деген сендер осы бойынша жазасыңдар да, диктант жазасыңдар. Қосымша тағы не ойланып көрініп тұр ма бәріңе, я? Я не жазатындарында біліп тұрсыңдар ғой. Бірінші топ, екінші топ бойынша, үшінші топ бойынша үйлер, 4 қанатты үйлер. Соларды атап өтуге бола ма, болмай ма? Ендігі деген тойлай деген салт дәстүрлердің барлығын жасап жатамыз, мейрамдардың барлығын. Естеріңе түсірдіңдер ма?
Енді үйге берген тапсырма бойынша сұрақты ұстап ал, әдіс арқылы сұрақ оқып бір-біріне добылақтырамыз. Қазір мен сіздерге добылақтырам. Ал осы сұрақтар бойынша бірінші мал шаруашылық түрлерін айтып, картада көрсетіңдер дегенде, бізде енді картаны қандай шаруашылық көркем айтады? Қандай шаруашылық? Көп айтамын саған. Малдарды қораға кіргізіп, малмен айналысқан. Төрт мезгілді айтып өтуге бола ма? Қыстау, көктем, жайлау, күзеу дегендей. Допты әкеле ғой. Келесі, көшпелі мал шаруашылығы неліктен шаруашылық негізгі түріне айналған? Кім айтады? Көпжан. Үшінші сұрақ, көшпелі мал шаруашылығы неліктен шаруашылықтың негізгі түріне айналды? Себебі олар малды бағып, жайлауға шығарып, сонда өздері Жарайды, келесі. Төртінші сұрақ, көшпелі мал шаруашылығының дамуы адамдарға қандай мүмкіндік берді? Неліктен көшпелі өмір мал шаруашылығы маңызды болды? Бізге жауап береді Марва. Өйткені мал арқылы азық табады. Сиыр сүт береді, жылқы береді, қой жүн береді. Сол арқылы Жана, қыздар, балдар. Өзінің естеліктері туралы үзінді